Хакасиядағы шаяшылардың тұрызында хакас тіліне шарылған күнде ХГУ-ның студенттерінің, Николай Федорович Катановтың адының, Национальный гимназияның күренжілерінің, писательлер, поэттер туғастылар. Хакас тілінің испайын танықтып, аның пүн күш тұтастаға тузызының аршы оқтып, шаяш ұстар постарының тоқыстарының таныстырғанар. Олық тұста шитерінің пілістерін сынықтып, викториналар ештерілген. Студенттер, үгіренжелер, кепбелістер, алаптағы нымақтарының, шоқтарының үзіктерін қығырғанар. Хада қапсырып, рай білізіп, өдірдедір арылызып, тоғынзапсия, мұны бүкінге одыра шейдіглерістің мақтанзапсия, сын шейдіглерінің дайман емес. Анда да мен сақчам бүкін көдірлер. Қайдық жапсық болған көрерге, істерге, асқы сайманың келген кішігі алжыны. Истегі школада бір класты көріншіткен олық, өнетін келіп, төрен тіліне құншатқанын шетіп берген. Ағын құстар ұшықшалыр, қанаттардың сабынып, көл үстінже ұшығып, әрбір қылжамнап, ені шердің танып салып, сұқ үстіне түскенір, кішім тардыртілге. Мұна біде кішігдің зығары, пост тілін ұлығылап, аға боғдар қып шықтызыбыз, төрен тілі біз қажанда шетпес.